Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет үй жағдайында жасалатын пиццаның рецебін айтатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдын ала құрғақ ыдысымызға илегіштен өткізіп, ұнымызды салып алдым. Және де 1 стакан су құйып, дрожжымызды, яғни ашытқымызды салатын боламыз. Тұз салдым, қант салдым. Қолдың көмегімен бірінші бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осылайша зәйтүн майын құйып, қолдың көмегімен илейтін боламыз. Осылайша қамырымызды 30 минутқа пакет жауып, бетін жабып, жылы жерге қоямыз. 30 минут өткен кейін бетін ашып, қамырымыз көтеріліп, өте әдемі, жұмсақ, керемет болып тұр. Енді біз қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боламыз. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Пиццаларыңыздың қамыры өте әдемі, жұмсақ, әдемі піседі. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің видеомды бірінші болып көре аласыздар. Осылайша 4 зуаланы жасап алдық. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Бірінші пергамент қағазын төсеп алдым. Енді біз қолдың көмегімен қамырымызды басып шығамыз. Осылайша басып қолдың көмегімен жаятын боламыз. Осылайша саусағымыздың ұшымен осылай шет-шетін осылай басып шығатын боламыз. Енді саумасына кетчуп, майонез жақсылап араластырамыз қасықпен. Енді қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Осылайша жағып алдық. Енді біз сырымызды бетіне қойып шығамыз. Сырымыз өте жұмсақ. Осылайша сырымызды қойып алдым. Қолыммен үгітіп, және де өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. 10 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді, әдемі болып шығады. Үй жағдайында жасауға болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.